Атышулы Болат Назарбаев өмір мен өлім. Өйтіп ойлама, папа. Өйтіп ойлама. Все будет хорошо. Вот увидишь. Будет все хорошо. Не переживай. Болат Назарбаевтың өлімі бірінші рет емес. 2022 жылы тамызда қайтыс болды деген ақпарат шыққан еді. Ол кезде бәрі жақсы, оның жағдайы жақсарып келеді. Мұның бәрі қауесет деген туыстары. Бұл жолы расымен Болат Назарбаев жүрегі тоқтап қайтыс болды ма? Соңына дейін мұқият тыңдаңыз. Болат Назарбаев 2015 жылдан бері онкологиялық аурудан емделіп жүрген. Оған ауыр дәрежедегі қант диабеті қосылған. 2021 жылы тағы бір диагноз ларингеалды қатерлі ісік қойылды. Сол жылы 29 шілдеде Германияда ота жасатқан. Алайда сол сәттен бастап жағдайы асқынып кетті. Содан кейін Назарбаев біраз уақыт комада жатты. Шетелдегі емден пайда болмаған соң Қазақстанға қайтады. Ақырында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі Болат Әбішұлы Назарбаев 70 жасында қайтыс болды деп жатыр. 13 қарашада сағат 9:51-де көз жұмды дейді. Бұл жолы марқұмның отбасына ресми түрде мемлекет басшысы да көңіл айтты. Қарапайым сантехниктен Қазақстандағы ең бай адамға қалай айналды? Байлығы жайлы Болат бас десе, фамилияда жеткілікті дегені бар. Болат Назарбаевтың сантехниктен шерген бай болған айтайық. Нұрсұлтан Назарбаев 1989 жылы Қазақ СССР компартиясының бірінші хатшысы болғанда, Болат Қаскелең нан зауыты директорының орынбасары ғана еді. Артынша кәсіпкерлікке бет бұрып мал терісін сатумен шұғылданған. Нақтырақ, 1988 жылы, 1989 жылдары Қаскелең қаласы нан зауыты директорының орынбасары болды. 1988-1989 жылдары Қаскелең қаласы нан зауыты директорының орынбасары болды. 1989 жылдан 1992 жылға дейін бизнеспен айналысты. 1992-97 жылдары Инкар Агроның вице-президенті болды. Ағасы Нұрсұлтан тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің президенті атанған соң көп ұзамай інісі Болат бірден үлкен кәсіп бастап, сол BN Invest холдингін құрады. Сөйтіп Қазақстандағы ең бай адамдарының біріне айналды. 2000 жылдары Болат Назарбаев президент ағасына қатысы бар саналатын аса ірі Қазақмыс компаниясының директорлар кеңесі мүшесіне айналды. Болат Назарбаев 2014 жылғы 1 қыркүйектегі есеп бойынша банк РБК банкінде 7,83% үлесі бар жаңа акционер деп көрсетілген. Алматы қаласына кіреберістегі Алтын Орда мен Барлық базары және Барс көлік базары, Үшқоңыр сауда орталығы Болат Назарбаевқа тиесілі деген ақпараттар жиі айтылады. Алматының ішіндегі Никольский базарына байланысты дау кезінде де егер ретінде Болат Назарбаев аталған. 2016 жылы Салиқалы ұрпақ қоғамдық қорын құрады. Сол жылы елбасының бауыры Парасат орденімен марапатталған. Болат Назарбаев 1953 жылы 23 наурызда дүниеге келіп 70 жасында демі үзілді. Айтпақшы, өзін танымал әнші Мақпал Жүнісованың шын досы санаған. Оған анда-санда көмек беретінін Мерейдің өкілі әкесі екенін айтқан еді. Болат Назарбаев биліктен төбе көрсетпесе де балалар билікті болды. 1983 жылы туған 40 жастағы ұлы Нұрбол Назарбаев Алматы облысының прокуратурасы мен ішкі істер басқармасында жоғары лауазымды қызметтер атқарды. 1975 жылғы 48 жастағы қызы Гүлмира Әбішева да Алматы қалалық әділет басқармасы бастығының орынбасары, Алматы қалалық сотының судьясы, Алматы облыстық сотының судьясы, Алматы қаласы Жетісу аудандық сотының төрайымы қызметін атқарған. Ал жеке отбасына келсек, ресми түрде Болат Назарбаевтың бір әйелі бар, Гүлжан Назарбаева. Екеуі бір шаңырақ астында 50 жыл бірге өмір сүрген. 2020 жылы 30 маусымда Гүлжан Әбіш келіннің бақилық болған туралы ақпарат тарады. Көпшілік Болат Назарбаевтың сүйіктілерінің саны есепсіз болғанын айтады. Жыл басында өзін Болат Әбішұлының тоқалымын деп таныстырған Динар Әлжан сұхбатында тіпті аналар қыздарын Болат Назарбаевқа өткізу үшін кезекте тұратынын жеткізбеді. Экс-президенттің тағы бір інісі 1947 жылы туған Сатыбалды Назарбаев 1981 жылы жол апатынан қайтыс болды. Қазір Нұрсұлтан Назарбаевтың қарындасы ғана қалды. Танипа Назарбаева ол 73 жаста. 2023 жылдың қыркүйегінде сот одан Үшқоңыр су шаруашылығы колледжін тартып алды. Бұл істе Назарбаева Анипа Әбіш қызынан мемлекетке 3450 теңге сомасында мемлекеттік баж өндірілді. Желідегілер жұрттың қарғысына қалып қаржы табу құт әкелмейді деп жазып жатыр. Көзің тірі тұрғанда халқыңның, еліңнің сені жек көріп тұрғанын көруден асқан қасірет жоқ шығар. Ақша бар, денсаулық жоқ. Әділдігін Алланың соты берер, иманды болсын дейміз. Бұл ақпараттарды сізге білген дұрыс.